Баршаңызға қайырлы күн, мен арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз құйрық майды маринаттап және суда пісіретін боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мені анам құйрық майды осылайша бөліктерге бөліп, морозильникте сақтайды екен. Енді мен маған берілген құйрық майларды өзіме ыңғайлы бөліктерге бөліп, одан соң маринаттайтын боламыз. Біздің құйрық майымыз тұздалмаған болуы қажет. Барлық құйрық майды кесіп алғаннан кейін енді жан-жағына тұз жағып, тұзды сіңдіретін боламыз. Құйрық майдың пайдасы өте көп, және де құйрық майдың құрамында ешқандай да холестерин болмайды. Егер құйрық майды жейтін болсаңыз, онда бойдағы артық холестеринді табиғи жолмен сыртқа шығаратын болады. Құйрық майларды тұздап болғаннан кейін бір бас сарымсақты үкіштен өткіземіз, және де оған қызыл бұрыш пен паприканы қосып, жақсылап араластырып, барлық құйрық майды жан-жағынан маринаттап шығатын боламыз. Құйрық майды маринаттап болғаннан кейін бөлме температурасында 2 сағатқа қоямыз. Бұрынғы кезде ата-бабамыз құйрық маймен балаларды 40-на дейін сылайтын болған. Одан кейін балалар ешқандай да ауырмай, ширақ болып өсуіне көмектеседі екен. Пандемия кезінде құйрық майдың пайдасы адамдарға көп деген тиді. Сол кезде құйрық майдың бағасы шарықтап кетті. Құйрық майды ауырған кезде, жөтел болған кезде ертіп ішсеңіздер, болмаса кеуде тұсты сылайтын болсаңыздар, онда аурудың тез кетуіне көмектеседі. Мінекей достар, біз барлығын маринаттады. Енді 2 сағатқа бөлме температурасына қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін осылайша целлофанмен жан-жағын толық қамтып, орап қоятын боламыз. Ауа кетпеу керек, және де ашылып кетпес үшін жақсылап ораңыздар. Қайнап тұрған суда 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. 40 минутта біздің құйрық майымыз өте дәмді болып піседі. Мінекей біздің құйрық майымыз қайнап жатыр. Менің анам аяғы белі сырқыраған кезде міндетті түрде құйрық майды ертіп жағады. Сол кезде ауырсынуды тез ақ басады. Мінекей достар, біздің құйрық майымыз пісіп шықты, буы бұрқырап, енді суытатын боламыз. Құйрық майымыз суығаннан кейін оны кесіп көрсетемін. Құйрық майдың екінші бір бөлігін аламында оны паприкаға аунатып, одан соң кесіп көрсететін боламын. Паприкаға аунату себебі оның жан-жағының қызарып, яғни әдемі түс беру үшін ащы бұрыш немесе ащы паприка пайдаланбаңыздар, кәдімгі дәмді паприканы қолданыңыздар. Әрбір қазақтың шаңырағында міндетті түрде құйрық май болады. Сондықтан да құйрық майды суға жай ғана пісіріп жемей, дәл осылайша маринаттау арқылы жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Достар, егер де сіздер мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, онда мені арнама тіркеліп, қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге көрінетін болады. Мен сіздермен қолжетімді, өте оңай, қарапайым ғана рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.